Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Спанова Айжан Шабданбайқызы. Бүгінгі сабағымызда Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңімен танысамыз. Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақ әдебиетіндегі ағартушылық бағыттың көрнекті өкілі. «Шәкірт ойы» өлеңінде ақын жас ұрпақтың білімге, ғылымға жауапкершілігін суреттейді. Шәкірт ойы өскелең ұрпақтың білім мен ғылымға деген ұмтылысын көрсетеді. Сабақтың тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыров «Шәкірт ойы» өлеңі. Оқу мақсаттары: көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Сабақ мақсаттары: өлеңнен орта көлемді үзінділерді жатқа оқып, ақын ойына өзіндік ой пікір білдіру. Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Сенің сабақта білетінің: жарқын болашақ үшін ақынның мақсат тілегі. Сенің меңгеретінің: өлеңнен орта көлемді үзінділерді мәнерлеп жатқа айтасың. Өледегі шәкірт ойымен өз ойынды салыстырасың. Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын бағалайсың. Оқушылар берілген сілтеме арқылы өлеңді мұқият тыңдаңыздар. Шәкірт ойы: қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейне тарауы: рахатқа сарқылар, қыздырып күннің қарауы. Надандық теңізі тартылар, орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірде, бұл мақсаттан бұра алмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күлісі, алдандырмас бірісі. Сөздікпен жұмысы: бейнет азап, қиыншылық, машақат. Рақат керемет, ғажап, ғанибет. Сарқылу, ақтарылу, барын салу. Өлеңнің бірінші шумағын ассоциация тәсілімен елестету арқылы 5 минут аралығында жаттап көреміз. Екі жақты күнделік арқылы ақын ойын өз ойыңмен байланыстыр. 20 ғасырдағы шәкірт ойы. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейне тарауы: рахатқа сарқылар, қыздырып күннің қарауы. Надандық теңізі тартылар, орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірі де, бұл мақсаттан бұра алмас. Қаһарман Рүстем әлі деп жолда тұра. Сыланған жардың күлісі, алдандырмас бірісі. Өзіңді тексер. Бірінші шумақ: 21 ғасыр білім мен технологияның ғасыры. Сондықтан сапалы білім алуға ұмтылып, ұнатқан мамандық иесі боламын. Өзімнің және елімнің жарқын болашағы үшін еңбек етемін. Екінші шумақ: оқу инемен құдық қазғандай деген мақалы өте орынды айтылған. Білім алудағы қиындықтарды жетістікке жету арқылы жеңеміз. Ал сенің жетістігіңді елің бағаласа, нағыз бақыт сол деп ойлаймын. Үшінші шумақ: тарихтағы ұлы адамдардың барлығы білімі мен еңбегінің арқасында ел есінде қалған. Бүгінгі өмірде жас әнші Димаштың әлемдік жетістіктерге жетуі білімі мен тынымсыз еңбегінің арқасы. Сондықтан уақытымызды сапалы білім мен пайдалы істерге жұмсау керек. Өлеңге сатылай кешенді талдау арқылы көркемдік құндылығын бағала. Бұл тапсырма арқылы біз Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармасын қаншалықты түсінгенімізді тексереміз. Авторы Сұлтанмахмұт Торайғыров, ол оқу білімді, оянуды насихаттаған ақын. Тақырыбы: оқу білімді насихаттау. Ақын өлеңінде адамды білім алуға шақырады. Жанр түрі поэзия, яғни өлең. Себебі шығарма өлең түрінде жазылған. Идеясы: оқу білімге ұмтылу. Ақын білімсіз халықтың болашағы жоқ екенін көрсетеді. Шумақ, тармақ, бунақ, буын өлеңнің құрылысына қатысты ұғымдар. Бұл арқылы біз өлеңнің қалай құрылғанын, ырғақ пен өлшемін анықтаймыз. Ұйқас түрі ерікті ұйқас. Яғни тармақ соңындағы сөздер біркелкі ұйқаса бермейді, ақын ойын еркін жеткізеді. Әдеби теориялық ұғымдар ретінде эпитеттер қолданылған. Мысалы: қараңғы қазақ білімсіз халықты, мұздаған ел дамымай қалған елді.
Надандық теңізі, надандықтың өте көп екенін бейнелейді. Бұл сөздер өлеңнің мағынасын күшейтіп тұр. Тәрбиелік мәні ақын білімді жастай алу керектігін айтады. Жаста оқыған оқуың, тасқа жазғанмен бірдей дегені. Жас кезде алған білім өмір бойы сақталады деген ой. Ал егде тартқанда оқыған оқуың, мұзға жазғанмен бірдей дегені кеш оқыған білімнің пайдасы аз болады деген мағына. Қосымша тапсырма оқушылар. Білім гауһар, бағасы жоқ. Надандық кесел, дауасы жоқ деген мақалдағы ойды өз ойыңмен жалғастыр. Назарларыңызға рахмет.